Вавилондық өсімқор. 50 алтын тиын. Вавилондық тиын жасаушы Родан шебердің былғары әмиянында ешқашанда мұнша алтын болған емес. Көңілі көтеріңкі ол дүниедегі ең жомарт патшаның сарайынан келе жатты. Әр қадам басқан сайын беліне бекітілген әмияндағы алтын құлаққа жағымды сыңғырлайды. Бұл оның өмірінде тыңдаған ең жағымды әуен еді. 50 алтын тиын, бәрі өзінікі. Ол өз бақытына онша сене алмайды. Бұл сыңғырлаған тиындарда не сиқыр бар? Бұған жаның қалағанның бәрінде зәулім үй, жер, мал, түйелер, жылқылар, тіпті арба да сатып алуға болады. Бұларды қайда жұмсайды? Қарындасының үйіне апаратын бүйір көшеге түскенде оның кеудесін тек осы ой мазалады. Бірнеше күн өткеннен кейін ойы сансаққа жүгірген Родан кешкісін өсімқор әрі бағалы заттар мен сирек бұйымдар сататын Матонның дүкеніне бас сұқты. Жан-жағындағы алуан түсті тауарларға келіп көзінде салмастан ол үйдің түпкі жағындағы тұрғынжайға қарай өтті. Мұнда ол кілемде жамбастай жатып, Қарақұлдың әкелген асына бас қойған Матонды көрді. Сенімен ақылдасқым келеді, себебі не істерімді білмей жүрмін, деп Родан шебер шолақ жеңді былғары кеудешеден көрінген жүнді төсін керіп талтайып тұрды. Қушиған аққұба жүзді Матон күлімсіреген күйде сәлемдесті. Өсімқорды керек ететіндей сен не білдіріп қойдың? Ойын барысында сәттілік сенен жалт беріп ұтылып қалдың ба? Әлде мамықтай жұмсақ мүсінді бір сұлу өзінің торына түсірді ме? Сені көп жылдан бері білемін, бірақ бірде-бір рет көмек сұрап келген емессің. Дәл солай маған көмек те алтын да керек емес. Сенен ақыл кеңес алуға келдім. Мәссаған, мынау не деп тұр ей? Өсімқормен ақылдасуға ешкім келмейді. Әлде қақсы естідің бе? Құлағың дұрыс естіді. Мүмкін емес. Матонға алтын үшін емес, ақыл кеңес алуға келетіндей Родан шебер басқалардан қалай ақылдырақ болды екен? Көптеген адам маған өздерінің ақымақтығы үшін төлейтін алтынын сұрап келеді. Бірақ оларға ешқашан ақыл қажет болған емес. Бір бәлеге тап болғаннан кейін келетін адамдарға өсімқордан асырып кім ақыл айта алады? Қане, Родан шебер, жоғары шық. Сен бүгін құрметті қонағымсың. Ол Андо, деп құлды шақырды. Маған кеңесу үшін келген Родан досыма кілем төсе. Ол бүгін осы үйдің мәртебелі мейманы. Оған мол етіп тамақ әкел. Дастарханда ең жақсы шарап тұрсын. Ал енді мазаңдалған жайттарды ортаға сал, досым. Патшаның марапаты. Патшаның марапаты? Саған марапат беріп, ол тынысыңды тарылтты ма? Айтпақшы, ол қандай марапат? Патша әскерінің жауынгерлеріне арналған найзаның жаңа үлгі ұшын жасаған едім. Ол қатты риза болып, маған 50 алтын тиын берді. Енді түрлі ой мазалай бастады. Бұл хабарды ести сала менен ақша сұрайтындар көбейер анық. Оның рас. Жұрт өзінде болмаса да өзгенің алтынын бөлісуге қашанда құмар келеді. Сен олардың меселін қайта аласың ба? Әлде қайрат күшіңнен гөрі ерік жігерің осал ма? Көбінен бас тартамын-ау. Бірақ кейде келісе салған оңай ғой. Мәселен, өзіме әбден бауыр басқан қарындасымның өтінішін қалай жерге тастаймын? Әрине, қарындасың сенімен бірге марапатыңа қуанатыны және бірдеңе дәмететіні анық. Бірақ алтын қарындасыма емес, оның күйеуі Араманға қажет. Қарындасымның айтуына қарағанда, онда мұндай мүмкіндік болмаған. Енді менен қарыз алғысы келеді. Байыған соң қайтарамын деп отыр. Досым, сен әңгімеге арқау болар қызық тақырыпты қозғадың, деп Матон тіктеліп отырды. Алтын деген иесіне үлкен жауапкершілік жүктейді, және жұрттың оған деген көзқарасын өзгертеді. Алтынға ие болған адам оны ұрлатып, немесе жоғалтып аламын ба деп қорқады. Сонымен бірге адамды жақсылыққа құлшындырады. Алайда кез келген қайырымды істің аяғы жағымсыз нәрсеге ұрындыруы мүмкін. Сен хайуандар тілін білетін Ниневиялық шаруа жайындағы хикаяны естіп пе едің? Естімеген боларсың, себебі ондай әңгімелер ұстаның көрігі жанында айтылмас болар. Саған соны әңгімелеп берейін.
Сонда қарызға ақша беру дегеннің жай ғана алтынды қолдан қолға өткізу еместігін түсінерсің. Әлгі хайуандардың бір-біріне не айтатынын түсінетін шаруа кешкісін ауласында отырып, түрлі жан-жануарлардың әңгімесін тыңдауды жақсы көреді екен. Бір күні өгіздің өз тағдырынан алып есекке шағынғанын естіпті. Бозала таңнан қара кешке дейін ауыр соқаны сүйретемін. Күннің ыстық екенімен де, аяғымның шаршағанымен де, мойынтұрықтың қажағанымен де ешкімнің ісі жоқ. Менікімен салыстырғанда өмірің жеңіл ғой. Үстіңе жабу жабылады, қожайынды баратын жеріне жеткізуден басқа жұмысың жоқ. Ол ешқайда бармаса күні бойы көк шөпті жеп, бос тұра бересің. Есектің қиқарлығы болғанымен табиғатында қайырымды еді. Өгізді аяп кетті. Тыңдашы, досым, деді ол. Рас, жұмысың ауыр. Сенің жағдайыңды жеңілдеткім келеді. Күні бойы демалу үшін не істеу керектігін саған айтайын. Таңертең құл сені соқаға жегуге кіріскенде жата қалды, аянышты мүңіре. Ол сені ауру, жұмысқа жарамайды деп ойласын. Өгіз есектің кеңесін құп көрді. Оның жайын көрген бұл қожайынға бүгін өгіздің соқа тарта алмайтынын жеткізді. Ендеше, деді шаруа, соқаға есекті жекте жер жыртуға кіріс. Досына көмектескісі келген есектің күні бойы өгіздің жұмысын істеуіне тура келді. Кеш батқан соң ғана оны соқадан босатты. Ал оның кеңсесі езілгені өз алдына аяқтары талып, мойнын қамыт әбден қажаған еді. Шаруа екі жануардың әңгімесін тыңдау үшін аулаға шықты. Әңгімені өгіз бастады. Шынында нағыз дос екенсің. Сен берген ақыл кеңестің арқасында бүгін күні бойы рахаттана демалдым. Ал мен, деді есек. Досына көмектесемін деп, оның азабын өз мойнына алған ашық ауыз болдым. Ендігі жерде соқаны өзің тартқаның жөн. Мен қожайынның құлға не дегенін естідім. Егерде тағы ауырып қалатын болса, сені қасапханаға жібермекші. Осылайша әңгіме де достықта тәмамдалды. Бұл әңгіменің мәнісін ұқтың ба, Родан? Қызық жайт екен, деді Родан. Бірақ мәнісін анық-қанық ұқпадым. Солай боларын сезгенмін. Әңгіменің тоқетері қарапайым ғана. Егер сен досыңа көмектескің келсе, оның жүгін өзіңе артпайтындай әрекет етуің қажет. Бұл жайында ойламаппын. Нағыз үлгі өнеге. Мен күйеу баламның жүгін арқалауға ұмтылмаймын. Білгім келетіні мынау. Сен талайларға қарыз бересің ғой. Олардың бәрі бірдей ақшаны қайтара ма? Матон жымиды. Оның бұл жымиысы талайды көріп, көп нәрсені бастан кешкен білдіргендей еді. Берешегін қайтара алмайтындай жағдайдағы адамға қарыз беруге бола ма? Қарыз беру жауапты іс. Ол саған пайда әкеле ме? Бергенің өзіңе қайта ма, жоқ па? Соны есте ұстау керек. Әйтпесе, дымсыз қалуың ғажап емес. Сондықтағы кепілдік заттарды көрсетейін. Олар саған өз тарихын баяндайды. Ол бөлмеге ұзынша сандықты алып келді. Сырты шошқаның қызыл терісімен қапталып, қақталған қоламен әшекейленіпті. Ол сандықты еденге қойды да жанына малдас құра отырып, байыппен әңгімесін жалғастырды. Қарызға ақша сұраған әр адамнан алдымен кепілзат аламын да, қарызды қайтарғанша оны сандықта сақтаймын. Қарызынан құтылған адамға оның кепілзатын қайтарамын. Егер қарыз өтелмесе, ол өзімде қалады. Ең дұрысы, бұны сандығым үнемі есіме салып тұрады. Қарызды ертең қайтаруға мүмкіндігі бар адамдарға беру керек. Оларда жер, асыл тастар, түйелер, тағы да басқа сату арқылы қарызды қайтаруға болатын бұйымдар бар. Олардың кейбіреуі маған қарыз ақшадан да құнды бұйымдарын кепілдікке беріп кетеді. Енді біреулері келісімге сай қарызын қайтара алмаған жағдайда маған әлдебір мүлкіне деген меншік құқығын беруге уағдаласады. Бұлай жасалған келісім сенімді. Мен алтынымның өзіме үстемеленіп қайтатынына сенемін, өйткені қарыз мүлікке негізделген. Табыс табу мүмкіндігі жеткілікті адамдар басқа санатқа жатады. Олар сен секілді жұмыс істейді, немесе қызмет етеді де сол үшін тиісті ақысын алып отырады. Ондайлардың табыс көзі бар. Егер олар сәтсіздікке ұшырамаса және адал болса, қарызын пайызымен қоса қабат қайтаратынына сенемін. Мұндай қарыз адамның еңбегіне негізделген. Мал мүлкі де, табыс көзі де жоқ адамдар да бар. Өмір қатал, сондықтан оған бейімделе алмағандар да табылады.
Мұндайларға қайырымды достары кепілдікке жүрмесе, менде ондайларға берілген бақыр тиынды да қайтарып алатын мүмкіндігі жоқ. Матон сандықтың ілгегін ағытып, қақпағын көтерді. Родан шыдай алмай алға ұмсынды. Кепілзаттардың бетінде қызыл матаға оралған қола алқа жатты. Матон оны қолына алып сүйсіне салмақтады. Бұл енді қолымда қалады, өйткені иесі Однеге сапар шекті. Бұл әшекейді оның иесі туралы естелік ретінде сақтаймын. Ол жақсы досым еді. Шығыстан өзіне қалыңдық әкелгенше екеуміз сауданы табысты жүргіздік. Ол сұлу еді, бірақ басқа елдерге ұқсамайтын. Қисайған жағына құлайтын. Досым оның орынсыз тілектерін орындаймын деп алтынын есепсіз шашты. Алтыны таусылғанда ол торығып маған келді. Екеуміз ұзақ сөйлестік. Ол ісін жандандыру үшін мен өз көмегімді ұсындым. Ол киелі бұқаның бейнесі алдында іске кірісуге уәде етіп еді, бірақ оған тағдыр жазбады. Жанжал кезінде әйелі жүрегіне пышақ сұғыпты. «Әйелге не болды?» деп сұрады Родан. «Міне, мынау соныкі», деп Матон қызғылт киімді нұсқады. Әйел өзін-өзі Ефратқа тастады. Бұл екі кепілзат енді өтелмеген күйде қалады. Сандықтың шертері сыры көп Родан. Күшті сезімге тұтқын болғандар өсімқор үшін сенімді серіктес емес. Мұнда басқа нәрселер де бар, деп ол қобдишадан өгіз сүйегінен ойылған жүзікті алып шықты. Бұл бір шаруаныкі. Оның әйелінен кілемдер сатып аламын. Бірде шегіртке қаптап, олар астықсыз қалды. Оған жәрдемдестім де ол маған қарызын жаңа астықтан өтеді. Кейін ол тағы келіп, алыстағы бір елде бар ерекше ешкілер туралы айтты. Олар туралы саяхатшылардан естіпті. Әлгі ешкілердің жүні ұзын және жіңішке болады екен. Ондай сапалы жүннен бүкіл Вавилонда теңдесі жоқ кілем тоқитын кәсіпорын ашуды ойлады. Ол үшін көп ешкі сатып алғысы келді. Бірақ ақшасы жоқ еді. Оған сапарға аттанып, әлгі ешкілерді әкелу үшін қарыз бердім. Ол өзі қалаған ешкілерін алып келді. Енді мен келесі жылы вавилондық алпауыттарды ең қымбат әрі керемет кілемдермен таңдандыратын боламын. Ақшалар жетсе деңіз. Жуырда бұл жүзікті қайтарамын. Шаруа несиесін өз мерзімінде төлеуге уәде берді. Қарызын қайтаратындар көп пе? Деп Родан қызығушылық танытты. Ақшаны пайдалы іске алса, әрине қайтарады. Егер олар шалыс қадамдарын кеш түсініп, қарызын тағы біреуден қарыз алу арқылы қайтаруға мәжбүр болса, онда қолдан берген алтыныңды қайта көре алмайсың. Родан қолына асыл тастармен әшекейленген салмақты алтын білезікті ұстап тұрып, мына кепілзат туралы айтып берші, деп өтінді. Досыма әйелдер ұнайтын сияқты, деп мырс етті Матон. Қанша дегенмен сенен әлдеқайда жаспын ғой, деп Роданның есе жібергісі келмеді. Оны мойындаймын-ау, бірақ сен бұл жолы романтикалық оқиғаны жоқ жерден іздеп отырсың. Бұл білезіктің иесі толық, бет жүзін әжім айғыздаған әйел. Оның көпіріп, көп сөйлейтіні жаныңды қоздырады. Бір кезде оның ақшасы қалтасына сыймайтын. Бір ұлы бар, соның саудагер болғанын қалайды. Сондықтан ол алдыма келіп алтын сұрады. Мақсаты ұлының қалаларды аралап жүріп, айырбас сауда жасайтын керуен қожайынына үлескер етіп қосу. Бірақ керуен қожайыны алаяқ боп шықты. Байғұс жігіт ұйқыда жатқанда оятпай, өздері ертелетіп жолға шығып, бір қалада ақшасыз әрі дос-жарансыз жалғыз тастап кетіпті. Әлгі жігіт есейіп, жетілген кезде мүмкін қарызын қайтарар. Қазірше естейтінім тек қана уәде. Алайда, мына асыл тастардың қарыз құнына татитынын мойындауым керек. Әйел ақшалардан бұрын сенен ақыл кеңес сұрады ма? Ешқандай. Керісінше ол Вавилондағы бай да, ықпалды азаматтың анасы сияқты сөйледі. Қарсылық білдірсем, оның жыны қозар еді. Өзіме де сол керек. Ол жігіттің әлі шикі екенін білдім. Бірақ кепілзат ұсынып отырған соң бас тарта алмадым. Ал мынау, деп жалғастырды Матон, түйінделген жіңішке арқанды алып жатып. Түйе саудагері Небатураға тиесілі. Ол көп түйе сатып алуға ақшасы жетпегенде осылайша түйін түйеді. Ал оған қанша керек болса, сонша алтын беремін. Ол қабілетті саудагер. Оның ақыл есіне сенемін. Сондықтан да оның меселін қайтармаймын. Вавилондағы басқа да саудагерлер сеніміме толық кіріп алған. Өйткені олар әрқашан адамдықтан ауытқымайды. Олардың кепілзаты сандығымда көп жатпайды. Жақсы саудагерлерді қаламыздың дәулеті десе артық емес.
Оларға көмектесу маған тиімді, ал менің ақшамды пайдалану оларға тиімді. Матон сандықтан көгілдір ақық тастан ойылған қоңыз бейнесін шығарды да еденге лақтырып жіберді. Мына қоңыз Мысырдан. Бұны қалдырған адам қарызын қайтару туралы тіпті ойламайды да. Есесіне салғанымда ылғи да зұлым тағдыр аяғымнан шалуын қоймаса, қарызды қалай қайтарамын? Сенде онсыз да ақша көп қой, дейді. Не істейін? Кепілзат оның абыройлы әкесіне тиесілі. Ол баласының ісін қолдау үшін жерін де, малын да кепілдікке қойды. Алғашқыда оған сәттілік жолдас болды. Кейіннен оның сараңдығы мен тәжірибесіздігі түбіне жетті. Бастаған ісі жарды жолда аяқсыз қалды. Жастық шақта адам тәуекелшіл келеді. Байлыққа, сол байлық алға тартатын игіліктерге барар жеңіл жол іздейді. Жас адамдар тезірек баю үшін алды-артын ойламай қарыз ала береді. Өмірден әлі жапа шекпегендіктен олар негізсіз қарыздың бір түссең шыға алмайтын терең құз екенін, оған құлаудың оңай, ал шығудың қиын боларын сезбейді. Егер де жұрт дұрыс ниетпен қарыз алуға келсе, ондайда теріс айналмаймын. Кезінде өз басым қарыз алу арқылы саудамен айналыстым ғой. Дегенмен ойсыз қамсыз жастар келгенде өсімқор не істеу керек? Тығырықтан шығар жол таппай қиналып жүргені көрініп тұр. Қарызды өтеуге тіпті талпынбайды да. Баласына көмек қолын созған әкенің жері мен малын иеленіп кеткім келмейді. Маған көп қызықты әңгіме айттың, деді Родан. Бірақ өз сауалыма жауап естімедім ғой. Күйеу балама 50 алтын тиын бергенім жөн бе? Ол ақша маған сондай қымбат. Қарындасың абыройлы әйел, оны өте сыйлаймын. Оның күйеуі маған келіп қарыз алуға 50 алтын тиын сұраса, сол қарызға алған зат алтыныңды қалай іске жаратпақ екенін алдын ала біліп алар едім. Егер ол да өзім секілді саудамен айналысып, асыл тастар мен қымбат жиһаз сатуды ойластырса, мынадай сұрақ қояр едім. Сауда жөнінде не білесің? Тауарды ең арзан бағаға сатып алатын жерді білесің бе? Арзандау алып қалай қымбатқа сатасың? Қалай ойлайсың, осы сұрақтарға жауап бере ала ма? Жауап бере алмас, деп келісті Родан. Ол бар болғаны маған найза жасауға көмектесті ғой. Онда оған жоспары әлі шек екенін айтар едім. Саудагер қолға алар ісін толық зерттеу керек. Ал оның ниеті қиял ғана. Ол әлі нақтыланбаған. Қысқасы, оған алтынды бермес едім. Ол мәселен мынаны айтты дейік. Саудагерлерге жәрдемдестім. Смирноға барып, ол жақтан арзан кілем сатып әкелуді білемін. Сондай-ақ Вавилондағы көптеген бай адамдарды танимын. Оларға тауарды жақсы пайда келетіндей бағамен өткізе аламын. Бұл жағдайда оның ниеті нәтижелі боларын мойындап қолдау көрсетер едім. Егер қарызды қайтаруға кепілдік бере алса, 50 алтын ақшаны қолына ұстата саламын. Бірақ ол адал адаммын, қарызымды қайтаруға уәде беремін. Бұдан басқа кепілдігім жоқ десе, менің әрбір тиынды қадір тұтатын адаммын. Смирноға барар жолда қарақшылар алтыныңды тартып алса, немесе қайтарыңда кілемдеріңді тонап кетсе, қарыздарыңды қайтаратында ештеңе қылмайды, менің алтыным да құрдымға кетеді, деп жауап қайтаратыным анық. Көрдің бе, Родан, өсімқорлық та сауданың бір түрі, басқаша айтқанда тек ақшаны айналдыру. Қарыз ақша беру қиын емес, бірақ негізсіз берілген ақшаны кері қайтару қиынның қиыны. Білікті өсімқор ақшасын тәуекелге тікпейді. Оған қайтарым кепілі керек. Көрдің бе, Родан, өсімқорлықта сауданың бір түрі, басқаша айтқанда тек ақшаны айналдыру. Қарыз ақша беру қиын емес, бірақ негізсіз берілген ақшаны кері қайтару қиынның қиыны. Білікті өсімқор ақшасын тәуекелге тікпейді. Оған қайтарым кепілі керек. Бақытсыздыққа ұшырағандарға, тағдырдың соққысына төтеп бере алмағандарға көмектесу қажет. Жұмысын енді бастап, қоғамда абырой мен құрметке бөленгісі келетіндерге де көмектескен абзал. Бірақ көмекті ақылға сүйеніп берген мақұл. Әйтпесе бөгденің міндетін өзіне артып алған есектің күйін кешуің әбден мүмкін. Көздеріңнен тағы бір сұрақ тоқып тұрмын, Родан. Оған жауабым мынадай. Алтыныңды өзіңде қалдыр. Өз еңбегіңмен келген алтын сенікі. Өз қалауың болмаса, оны ешкіммен де бөліспеуіңе хақың бар.
Егер оны қарызға беріп, содан пайда тапқың келсе, тек оны ақылмен істе. Өзің қанша жыл бойы найза жасап келесің? Толық 3 жыл. Патшаның сияқысын қоспағанда осы жылдар ішінде қанша ақша жинадың? 3 алтын тиын. Өзіңді көп нәрседен тыю арқылы жылына 1 алтын тиыннан ғана жинай алдың ба? Дәл солай. Демек 50 жыл бойы жұмыс істегенде бар жоғы 50 алтын тиын жинар едің. Бұл дегенің бір адамның ғұмыры ғой. Қарындасың қалай ғана күйеуінің саудагер болып көруі үшін сенің 50 жыл бойы ауыр еңбекпен жинаған алтыныңды жел қайыққа салып жібереді. Айтқандарыңды оған түсіндіре алсаң, ұшқары ойынан қайтар деп сенемін. Ендеше оған бар да былай деп айт. 3 жыл бойы таң азанынан қара кешке дейін ерінбей еңбек еттім. Көп жан қалауымды былай жиыстырып қойғанның өзінде жылына 1 алтын тиыннан ғана жинай алдым. Сүйікті қарындасымсың. Күйеу баланың да өзі қолға алған істен нәтиже шығаратынына тілектеспін. Ол матон досым қолдайтындай нақты әрі мақсатты жоспарын айтсын. Сонда 1 жыл жинағанымды қиналмай берейін. Ол қолынан іс келетінін көрсетсін. Дәл осылай айтқанымды істе. Егер онда белгілі мөлшерде жиған тергені болса, соған сәйкес қарыз берерсің. Ал егер жоқ болса, онда қайтара алатын мөлшерде ғана ақша ұсынғаның дұрыс. Өз саудамнан артылған алтыным көбейген соң ғана өсімқор болдым. Алтынымның өзгеге жұмыс істегенін қалаймын, бірақ ол маған пайда келтіру қажет. Ол ақша маған аспаннан жауған жоқ. Ол таза маңдай тиер табан ақымның жемісі. Еңбегімнің еш болғанын қаламаймын әрине. Сондықтан басталар істің негізді екеніне және алтынымның кері қайтатынына көзім жетпесе, кім көрінгенге қарыз бере алмаймын. Саған сандығымдағы кейбір құпияларды ғана айттым Дродан. Сен олардан бос белбеу адамның қарызын қайтаратындай сенімді мүмкіндігі болмаса да, бос тәуекелге баратынын білдің. Сонымен бірге, егер адамда жеткілікті қабілет пен тәжірибе болмаса, ірі табысқа жылдам жетермін деген үміттің түкке тұрғысыз екенін байқадың. Енді қолыңда алтының бар. Оның саған тиімді жұмыс істеп, бұрынғыдан да көп ақша келуіне жол ашуың керек. Өзім секілді өсіммен қарыз беруіңе болады. Егер өз жиғаныңа ұқыпты қарайтын болсаң, ол саған алдын ала бірнеше жылға жетерлік мол табыс әкеледі. Ал оны қолдан шығарып алсаң, өмір бойына созылатын ащы өкініштен арылмайсың. Алтыныңа қатысты қандай жоспарың бар? Алтынды жоғалтудан сақтауым керек. Көңілге қонымды сөз, деп Матон мақұлдаған сыңай танытты. Алғашқы тілегің алтынды сақтау. Күйеу балаңда ол сақталады деп есептейсің бе? Олай болмас деп қорқамын. Оның сақтай алуы екі талай. Ендеше жасанды туыстық сезімге берілме. Егер отбасыңның мүшелеріне немесе достарыңа жанашырлық жасағың келсе, онда қолда бар жинағыңды тәуекелге тікпейтіндей жол тап. Барын сақтай білмейтін адамның қолынан кету үшін алтын қандай да бір жол табады. Осыны ұмытпа. Ақшаңды өзгелердің қалай есепсіз жұмсап жүргенін сырттай бақылап отырғаннан гөрі, оны өзің жұмсағаның жөн. Алтыныңды қауіпсіз сақтаудан басқа сенде тағы қандай ой бар? Оның маған қосымша пайда келгенін қалаймын. Тағы да жібі түзу пікір айтып тұрсың. Алтын өсіп көбеюге тиіс. Оны ақылмен айналымға салсаң, қайтарғаныңша ол еселене түсер еді. Егер қазір оның басына су құйсаң, онда болашақта табыс әкелетін ақшаны да қоса қабат құрдымға жібересің. Сондықтан өздері істің ретін білмейтін және сенің ақшаңды тәуекелге тігу арқылы байғысы келетіндердің бос қиялына еріп кетіп, басың айналып жүрмегейсің. Олардың құрғақ уәдесі бар, жиған тергеніңді бір сәтте ақ жоқ етуі мүмкін. Жұмысын дөңгелетіп жүргендермен бірге болғаның абзал. Білігі мен тәжірибесінің арқасында олар сенің ақшаңды сақтайды да және мол табысқа кенелтеді де. Осы сара жолды ұстанғанда ғана күтпеген жерден Құдай берген байлықтан қол үзіп қалатындардың қателігін қайталамайсың. Патшаның мына сыйы маған әлі талай сабақ береді. Қолда бардың қадірін біл. Өйткені алдыңда әлі талай еріктірер жайттар күтіп тұр. Мол табыс табу үшін саған жұрт көптеген кеңестер береді, көптеген мүмкіндіктер ұсынады. Сондықтан бастау алған және өзім әңгімелеген хикаялар сені ойланбай әрекет етуден сақтайды. Басқаға қарызға берген әр тиының саған қайта айналып келеді.
Болашақта кеңесім керек болып жатса, саған қашанда есігім ашық. Кетерден бұрын сандық қақпағының ішкі жағына ойып жазған жазбамды оқып шық. Ол жазба қарыз берушіге де алушыға да бірдей қатысты. Үлкен өкініштерден аз кем сақтық жақсы. Вавилон қабырғалары. Вавилонның ежелгі қабырғаларына апаратын жолды Банзар есімді қатал әрі қартаң жауынгер күзетіп тұр. Қабырғаның үстінде қаланың жаужүрек қорғаушылары жанталаса ұрыс жүргізуде. Мыңдаған тұрғыны бар осы бір ұлы шаһардың одан әрі аман қалуы соларға да байланысты. Зәулім қабырғаның арғы жағынан шабуылдаушы әскердің шуы, мыңдаған адамдардың айқай-ұйқайы, мың сан аттар тұяғының дүбірі, қола қақпаны атқылаған тас атқыш тарандардың тарсыл-тұрсылы құлақ жарады. Қала көшелерінен жиналған найзагерлер қақпа маңына шоғырланды. Олар таран соққысына шыдай алмай, қақпа ашыла қалса лап қоятын жауға төтеп беруге дайын. Олар көп емес. Вавилонның негізгі әскері патшамен бірге шығысқа Элам еліне шабуылға аттанған еді. Олар жоқта қалаға жау шабарын ешкім күтпеген. Сондықтан да қаланы қорғаушылар аз санды болғандықтан солтүстік Ассирияның көп санды әскері тұтқиылдан шабуылдады. Енді бекініс қабырғаларының басты соққысы тойтарыс беруіне тура келіп тұр. Банзардың маңына өңдері қашып, үрейлері ұшқан қала тұрғындары шоғырланып қалыпты. Олар шайқас барысынан хабар күтеді. Ұрыс алаңдарынан әкелініп жатқан қаза тапқандар мен жарақат алғандар легіне жүрексіне көз салады. Шабуыл негізінен осы жерге бағытталған. Жау жағы қала бекінісін 3 күн бойы айналып жүріп күтпеген жерден өздерінің басты күштерін осы қақпаларға қарай бұрды. Қабырға үстіндегі қорғаушылар жаудың көтеру құрылғылары мен сатыларына жебе жаудырып, ыстық май шашып, жау әскері қорған үстіне шыға қалса, найза іске қосылуда. Өз кезегінде жау садақшылары бекініс қорғаушыларына жебені қарша боратып жатыр. Қарт Банзар тұрған позициядан бәрі алақандағыдай көрінеді. Ол шайқас алаңына басқалардан жақын тұреді. Оған шабуылшылардың іс-қимылы туралы ақпарат та алдымен жетеді. Қолдары қалтыраған қарт саудагер оның қасына әупіріммен әрең жақындады. «Айтшы, айтмаған», деп жалынды ол. «Жау жағы қала бекінісін бұза алмайды ғой. Ұлдарым патшамен бірге соғысқа кеткен, кемпірім екеумізді қорғайтын ешкім жоқ. Олар бар мүлкімді жиған тергенімді тонайды, ештеңе қалмайды. Біз әбден қартайдық, қорғануға да, құл болуға да жарамаймыз. Қараптан қарап бақилық боламыз. Айтшы, олар ішке өте алмайды ғой». «Сабыр ет, досым», деді сардар. «Вавилонның бекінісі берік. Базарға бар да кемпіріңе айт. Бекініс патшаның қазынасын қалай сақтаса, сендердің де мал-мүліктеріңді дәл солай сенімді қорғайтынын жеткіз. Жебе тиіп кетпес үшін қорғанға жақын жүр». Саудагердің орнын сол сәтте емізулі бала көтерген әйел басты. «Сардар, айтыңызшы, не болып жатыр?» «Ештеңе жасырмаңызшы, бейшара күйеуімді тыныштандырайын. Жарақат салдарынан оның ыстығы көтеріліп жатыр. Бірақ соған қарамастан қалқан мен найзасына ұмтыла береді. Баласы екеумізді қорғағысы келеді. Жау жағы бекіністі бұзып өте алса, ешкімге аяушылық жасамайды», деді ол. «Үрейіңді бас, айналайын. Вавилон бекінісі сенің де, сенің перзентіңді де, болашақта дүние есігін ашар сәбиіңді де қорғайды. Қорған берік әрі биік. Шабуылға шыққандардың басына ыстық май құйып тұрған біздің жаужүрек жауынгерлердің даусын естіп тұрған жоқпысың?» «Естіп тұрмын. Қақпаны соққылаған таранның дүңкілі де құлағымды жарып барады. Үйіңе бар, бекініс қақпалары таранның соққысына төтеп береді. Қабырға үстіне шыға қалғандар болса, оларды найзалар қағып түсіреді. Абайлап жүр, үйлердің арасымен қайт». Банзар мұздай қаруланып көмекке жеткендерді өткізу үшін қапталға қысты. Қола қалқандары сарт-сұрт еткен олар өте бере бойын үрей билеген қаршадай қыз жақындап келді. «Айтыңызшы, сардар, біз аман қаламыз ба? Үрейді ұшыратын дыбыс күшейіп барады, қанға боялғандар көп, тым қорқынышты. Апам, кішкентай інім, біз енді не істейміз, қайда барып жан сақтаймыз?» Қарт сарбаз көзін сығырайтып иегін көтерді. «Қорықпа, балақай», деді ол қыздың басынан сипап. «Вавилон бекінісі анаңды да, сені де, ініңді де қорғайды.
ұлы Семирамида патшайым сол үшін бұл бекіністі осыдан 100 жылдан астам уақыт бұрын тұрғызған. Бұған әлі ешкім басып кірген емес. Кері қайтта апаң мен ініңе айта бар, бекініс берік, қорқатын ештеңе жоқ. Бірнеше күннен бері күзетте тұрған банзардың назарынан ештеңе сырт қалмайды. Жаңа қосалқы күштер үсті-үстіне келіп те жатыр. Қаза тапқандар мен жарақат алғандарды майдан даласынан үздіксіз әкетіп жатыр. Үрей ұшқан жұрт алдымен банзарға келеді. Олардың бәрінің қоятыны бір сұрақ: бекініс төтеп бере ала ма? Ардагердің бәріне көкірек кере қайтарар жауабы нық. Вавилон бекінісі сендерді сеніммен қорғайды. 3 апта және 5 күн бойы шабуыл бір сәтте толастамады. Банзардың жүзі түтігіп кетті. Ернін аяусыз істеумен болды. Көмекке келген жаңа жауынгерлер легі үзілмей жоғары қарай өтіп жатса, қаза тапқандар мен жарақат алғандар тізбегі де солай тоқтамай қала ішіне қарай жол тартуда. Күн өткен сайын бекініс түбінде жау жағының өліктері үсті-үстіне үйіле берді. Оларды түнде ғана алып кетіп жерлеп жатты. 4-ші аптаның 5-ші түні ғана айқай-шу сап тиылды. Жаңа шыққан күндің жарық сәулесі жаппай шегініп бара жатқан жау жағының әскерімен көтерілген қою шаңды айқын көрсетіп тұрды. Арқаланған бекініс қорғаушыларының айқайы айналаны дүр сілкіндірді. Бұл жеңістің алғашқы дабылы еді. Айқайды қорған түбінде кезегін күткен сарбаздар іліп әкетті де күшті жаңғырық қала көшелерін аралап кетті. Жұрт үйлерінен шықты. Көшелер халыққа лық толды. Өткен апталардың барлық қорқыныш үрейі қуанышты айқайға ұласты. Ваала шіркеуінің мұнарасынан жеңіс жалыны лапылдады. Көкке көтерілген көгілдір түтін будақтары қуанышты жаңалықты жан жаққа таратып алып барады. Вавилон бекінісі қала қазынасын тонап, оның тұрғындарын құл етуді көксеген қаһарлы жауға тағы да тойтарыс берді. Вавилон ғасырдан ғасырға жетіп, гүлденіп түрлене берді. Өйткені ол толық қорғалған еді. Басқаша болуына ол ешқандай жол қалдырмады. Вавилон бекінісі қорғанысқа деген адамдық қажеттіліктің іске асуы еді. Бұндай ниет барша адамдарға тән. Бүгінде ондай ниет сонау алыс күндердегіден кем емес. Бірақ енді бізде сондай мақсатқа қызмет ететін әлде қайда сенімді әрі қуатты жүйе қалыптасқан. Бүгінгі сақтандыру компаниялары, жинақ шоттары, мақсатты инвестициялар аталған жүйеге жатады. Олар бізге кез келген есіктен кіріп келу мүмкін күтпеген пәле-жаладан қорғануға көмектеседі. Бізге тиісті дәрежедегі қорғау ауадай қажет. Вавилондық түйе сатушы. Адам қаншалықты аш болса, басы соншалықты жақсы тиді. Сондайлық астың иісі айқынырақ сезіледі. Азмурдың ұлы Таркат осылай ойлайды. Біреудің бағындағы ағаштан үзіп аузына салған 2 інжірін айтпағанда нәр татпағалы 2 күн болды. Әлгі бақтан басқа ештеңе жұлып үлгермеді. Үйінен жүгіріп шыққан долы әйел соңына түсті. Көше бойлап қуды. Тіпті базар алаңынан өтіп бара жатқанда да ащы даусы құлағында жаңғырды. Қалтыраған қолдарын себеттегі уылжып піскен жеміске молынан салар еді. Әлгі әйелдің шаңқылдаған үні жолын бөгеді. Ол бұрын Вавилонның базарында осынша мол әрі иісаңқыған ішіп-жем болады деп ойламапты. Базар алаңынан өтті де керуен сарайына барып, есік алдында ары-бері жүрді. Таныстарының бірін кездестіріп, одан ең болмаса мыс тиын қарыз қалуды ойлады. Тек сол ғана түнерген өтірікшінің жүзін жадыратып, дәмханадан шала байып шығуға мүмкіндік берер еді. Ақшасыз адамның шақырылмаған қонақтай күй кешетінін ол жақсы біледі. Ойға шомған ол, Құдай ұрғанда өзі кездесуден қашқақтап жүрген адаммен бетпе-бет келіп қалды. Бұл ұзын-тұра тарамыс түйе сатушы Дабасир еді. Қарызын әне қайтарамын, міне қайтарамын деп Дабасирді алдаумен жүргенді. Ой, мынау Таркат қой. Түйекеш қуана дауыстады. Мен де сен ойлап бір ай бұрын алған қос мыс бақыр мен одан да ертерек қалтасына салып күміс тиынды қашан қайтар екен деп келе жатыр едім. Кездескеніміз жақсы болды. Маған ақша керек еді, ал не дейсің? Таркаттың жүзі қызарып сала берді. Аштық алқымынан қысып тұрғанда сөз құмар Дабасирмен дауласуға қайдан шамасы болсын. Кешіре көр, деді ол құмығып. Бүгін сенімен есептесердей менде мыс тиын да күміс ақша да жоқ.
Жерден қаз, көрден қаз тап, деді Дабасир жанын қоймай. Саған 2 мыс пен 1 күміс тиын табу не тұрады? Әкеңнің кәрі досы ретінде қиын шақта соған қол ұшын создым ғой. Таба алмаспын. Қыр соңымнан бір бәле қалмай қойды. Қайдағы бәле? Өз қатең үшін құдайларды кінәлама. Сәтсіздік, қарызымды қалай қайтарамын дегенде емес, тек алуды ғана ойлайтын адамның соңынан түседі. Қане жүр менімен, тамақтанып болғанымша күтесің. Қарнымды тойдырған соң саған бір хикаяны айтып бергім келеді. Дабасирдің беттен алар турашылдығы Таркатты жапырақтай қалтыратты. Дегенмен бұл шақыру дәмхана табалдырығын аттауға мүмкіндік беретін еді. Дабасир оны түпкі бұрышқа қарай итермеледі. Екеуі кілемше үстіне жайғасты. Оларға дәмхана иесі Каускор жымия күліп жақындағанда Дабасир өзіне тән сөз құмарлығына басты. Қане шөл даланың семіз кесірткесі, маған жақсы қуырылған қойдың жас етін және де көбірек нан мен көкөніс әкел. Себебі кәдімгідей ашықтым. Айтпақшы, досымды да ұмытпа. Оған бір құмыра салқын су әкел. Аспан айналып жерге түскендей аптап ыстық. Таркаттың жүрегі дүрсілдеп қоя берді. Дабасирдің қой етін қомағайлана асағанына қарап, қалай су ішіп қана отырмақ, бірақ ол ештеңені ашып айтпады. Дабасир үнсіздік дегенді тіпті білмейтін сияқты. Дәмханаға кірген таныстарына сәлем ретінде күлімсірей қол бұлғады да сөзін жалғады. Урфадан оралғандардан бір бай туралы естідім. Ол кәдімгі тасты жіп-жұқа етіп тілдіріп, үйін жаңбырдан қорғау үшін терезесіне салдырыпты. Тастың жұқа тілінгені соншалық, одан сыртқа қарауға болады екен. Бір қызығы, ол әлемді мүлде басқаша етіп көрсетеді деседі көргендер. Бұған не дейсің, Таркат? Дүниенің мүлде басқа түске боялып шыға келу мүмкін бе? Бәрі де мүмкін, деді Таркат. Оны қайдағы бір әйнек тас емес, Дабасир алдына қойылған семіз қой еті қатты алаңдатты. Оған сенемін, өйткені өзім де басқа түсті әлемді көрдім. Саған айтқалы отырған хикаям сол туралы, яғни дүниенің кәдімгі түсін қайта көргенім жайында өрбейді. Дабасир бір қызық хикая айтқалы отыр, деп көршілер сыбырласып төсеніштерін соған қарай жылжыта бастады. Басқа келушілер де асты былай қалдырып әңгімеге жақын дөңгелене жайғасты. Бәрінің қолдарында жартылай мүжірілген жілік. Жалғыз Таркат қана сілейіп жұтынып отыр. Дабасир қой етін бөлсер емес, тіпті ыдыстан еденге түскен бір тілім нанды да ұсына қоймады. Дабасир аузындағы етті қылғытқан соң әңгімесін бастады. Айтқалы отырған хикаям өзімнің жастық шағыма қатысты. Ол қалай түйе сатушы болғаным туралы. Араларыңда Сирияда құл болғанымды білетіндерің бар ма? Бөлме іші араның ұясындай гуілдеп кетті. Бұл Дабасирге жағымда әсер еткендей. Жас кезімде деген ол бір кесе кетті шайнап отырып сөзін жалғады. Әкемнен ер-тұрман жасауды үйрендім. Әкемнің шеберханасында жұмыс істей жүріп әйелім екеумізді асырадым. Әрі жас, әрі тәжірибесіз едім. Табысым онша көп болмаса да қарапайым тіршілікке жететін. Көп нәрсе иеленгім келетін, бірақ олай етуге мүмкіндік болмады. Алайда ұзамай дүкеншілердің менде бар мүмкіндікпен санаспай-ақ қарыз бере алатынын байқадым. Өз табысынан көп ақша жұмсайтын адамның жоқ жерден жел шақыратынын, ал ондай құбылыстың онсан пәле жаланы айдап әкелетінін жас әрі өмірден түйгенім аз болғандықтан әрине білмедім. Содан да орынсыз тілектеріме бой алдырып, қымбат киімдер алдым, әйеліме зергерлік бұйымдар әпердім. Әупірімдеп жүріп қарыздарымнан әрең құтылатынмын. Біраз уақыт жаңбырдың арасымен жүре алдым. Соңырақ өз табысымның тіршілік етумен бірге қарыздарымды жабуға жетпейтінін түсіндім. Несие берушілер ізіме түсіп қымбатқа алған нәрселерімнің ақысын төлеуді талап ете бастады. Өмір сүру қиынға айналды. Достарымнан қарыз сұрауға көштім, бірақ оны төлеудің реті келмей қойды. Жағдайым барған сайын ауырлай түсті. Әйелім төркініне кетті де, өзім Вавилоннан гөрі жас адамның өмір сүруіне қолайлы басқа қалаға қоныс аударуды жөн көрдім. 2 жыл бойы кірешінің ауыр халін бастан кештім. Сөйтіп жүріп, елсізде қару күзетсіз керуендерді тонайтын қарақшыларға қосылдым. Мұндай іс-әрекеттің абыройлы әкенің ұлына лайық еместігі белгілі, бірақ ол кезде дүниені түрлі түсті асыл тастардың жарқылымен бағаладым. Өзімнің қаншалықты құлдырағанымды ұқпадым.
Біздің алғашқы керуен тонауымыз сәтті болды. Алтын, жібек, тағы да басқа қымбат тауарларды қолға түсірдік. Генер қаласына мол олжамен барып, қолда барды оңды-солды шаштық. Келесі тонау әрекеті сәтті шықпады. Керуенге лап қойғанымыз сол еді, күшті қарсылыққа тап болдық. Әлгі керуенді қорғауға келісім берген жергілікті тайпа өкілдері бет қаратпай быт-шытымызды шығарды. Біздің екі басшымыздың бірін өлтіріп қалғанымызды Шам қаласына айдап әкелді де, онда бар киімімізді сыпырып алып, өзімізді құлдыққа сатып жіберді. Сириялық тайпаның көсемі мені 2 күміс тиынға сатып алды. Шашымды сыпырып тастады да беліме лыпа болар мата байлады. Сөйтіп кәдімгі құл болдым да шықтым. Қамсыз, мұңсыз жас емеспін бе? Бұл өткінші ғана күлкілі жайт деп ойладым. Бірақ бір күні қожайын өзінің 4 әйелінің алдына шығарды да, олардың мені әтек ретінде алуларына рұқсат беретін жеткізді. Жағдайымның тым мүшкілдігін сонда ғана ұқтым. Шөлейтте өмір сүретін бұл тайпа жабайы әрі аса жауынгер болатын. Не қаруым, не қашуға титтей де мүмкіндігім жоқ болғандықтан толығымен солардың билігіне өттім. Үрейім ұшқан мені 4 әйел елемеді де, тіпті байқамағандай, олардың маған аз да болса аяушылық танытар-танытпасын білмедім. Сира бәйбіше жас жағынан басқаларынан үлкен еді. Ол маған қарады, бірақ жүзінен еш өзгеріс көрінбеді. Одан аяушылық күту бекершілік деп ойладым. Келесі әйел тәкаппар сұлудың өзі екен. Ол маған балшықтағы құртқа көзі түскендей селқос көз салды. 2 жас тоқал себепсіз жарқылдап күлумен болды. Маған тиісті үкім шыққанша тік тұрдым. Уақыт жылжымай қойды. Әйелдердің қай-қайсысы да өздері шешім айтудан гөрі басқаның сөзін тыңдауға бейім сияқты. Ақыр соңында Сира зілді үн қатты. Бізде әтектер жеткілікті, ал түйе айдаушылар аз. Барының өзі түкке жарамайды. Бүгін ауру шешеме барып халін білуім керек еді, ал түйені сеніп тапсыратын бірде-бір құл жоқ. Мына құлдан сұрашы, түйе бағуға қалай екен? Түйе жөнінде не білесің? Деп сұрады қожайын. Оны шөгер аламын, қомдаймын, ұзақ жолды шаршамай жүріп өтуіне қажетті жағдай жасаудан хабардармын. Егер қажеттілік туса, түйені емдей алам. Мына құлдың әңгімесі түзу екен, деп бағалады қожайын. Сира, қаласаң, осыны айдаушы етіп ал. Осылайша Сираның қарауына өтіп, сол күні шалғайдағы сырқат шешесіне оның түйесін айдап бардым. Сәт түскен жағдайды пайдаланып, оған тағдырыма араша түскен үшін ризашылығымды білдірдім, және өзімнің тумысымнан құл емес Вавилондағы беделді шебердің, ерікті адамның ұлы екенімді айттым. Басымнан кешкен жайтты да баяндап едім, алайда оның жауабы етімнен өтіп сүйегіме жетті. Егер осалдығың осындай жағдайға дейін құлдыратса, сені қалай өзіңді ерікті адамның ұлымын деп санай аласың? Егер адамда құлдың жаны болса, ол қайда және кімнен туылғанына қарамай, ойпаң жерді қуалай ағатын су секілді түбінде құлдыққа түседі. Егер сенде ерікті адамның жаны болса, өз қалаңда жүріп ақ, тағдырдың тәлкегіне қарамастан құрметпен абыройға бөленер едің. 1 жылдан астам уақыт құл болдым. Құлдармен бірге тұрдым, бірақ олардың біріне айнала алмадым. Сол күні Сира маған сұрақ қойды. Басқа құлдар қолдары босай қалса, бір-бірін іздейді. Сен неге шатырда жападан жалғыз отырсың? Бір кезде айтқан сөзің мені әлі толғандырып жүр, дедім. Менде құлдың жаны жоқ екен. Олармен бірге жүре алмаймын, сондықтан жалғыз отырмын. Маған да жалғызсырауға тура келеді, деді ол. Жасауым орасан мол болғандықтан қожайын маған үйленген. Бірақ ол мені сүйген емес. Әйелде өзін сүйгенді қалайды ғой. Сол себепті де бедеу болдым. Ұрпақсызбын, ұлым да қызым да жоқ. Үйде жалғыз отыруға мәжбүрмін. Егер еркек болсам, құлдықтан гөрі өлімді лайық санар едім. Бірақ тайпамыздың әдет-ғұрпы әйелдерді еріксіз күнге айналдырады. Бұл жолы мен туралы не ойлайсың? Деп сұрадым. Мендегі рух кімге лайық, ерікті адамға ма, әлде құлға ма? Өз кезегінде ол, Вавилондағы қарызыңды өтегің келе ме? Деп сұрады. Иә, солай мазалап жүр, бірақ оған мүмкіндік жоқ қой. Егер бірнеше жыл өтіп, сен оған талпынбасаң, онда жаның бұрынғысынша құлға тән болғаны. Ер адам өзінің абыройын ойлау керек. Ал қарызын өтемейтін адамды сыйлауға бола ма? Қолымнан не келеді? Сирияда құлдықта жүрген жоқпын ба? Ендеше Сирияда құл болып қала беріп бос белбеу.
Әлсіз емеспін деп қызбалана ақталдым. Дәлелде соны. Қалайша? Сенің патшаң жауларымен айқасқанда кез келген мүмкіндікті пайдаланады емес пе? Сенің дұшпаның ол сенің қарызың. Сені Вавилоннан сол қуды емес пе? Демек, ол сенен әлдеқайда мықты. Егер сен онымен ерлерше күрескеніңде, оны тізе бүктіріп жерлестеріңнің арасында абыройлы азамат болып жүрер едің. Содан кейін осы бір әділетсіздік кінәлауды ойымнан шығара алмай басым қатты. Ойша онымен дауласып, жанымның құлға тән еместігін айтып, өзімді өзім ақтаумен болдым. Бірақ қордаланған ой пікірімді Сираның бетіне тура айтар мүмкіндіктің реті түспеді. 3 күннен кейін күтуші қыз бәйбішеге шақыра келді. Анам тағы сырқаттанып қалды, деді ол. Келенің ішінен ең жақсы 2 түйені тез қомда. Бірнеше месті суға толтыр және ұзақ жолға жетерлік азық ал. Қызметші қыз азық-түлік берді. Жалмажан түйелерді қомдадым. Қызметші қыздың жол азықты сонша мол бергеніне қайран қалдым. Өйткені бәйбішенің анасы бар болғаны 1 күндік жерде тұратын. Қызметші артқы түйеге отырды да мен бәйбіше жайғасқан алдыңғы түйені жетектеп жүрдім. Бір межелі жерге жеткенде қас қарайғаншақ ет, Сира қызметшіні үйге жіберді де менен мынаны сұрады. Табасир, сендегі жан ерікті адамдікі ме, құлдікі ме? Еріктінікі, деп жауап қайтардым. Енді соны дәлелдейтін мүмкіндік туып тұр. Қожайынның маскүнемге айналды, ал қызметшілері кер жалқау. Мына түйелерді ал да қаш. Мына қоржында қожайынның киімі бар. Соны кисең, сені ешкім құл деп ойламайды. Сені ауру анамен әуре болып жүргенде түйелерді ұрлап қашып кетті дермін. Сенде патшайымның рухы бар екен, дедім мен оған. Бақытты болуың тілеймін. Менде әйелде қандай бақыт болушы еді, деді ол. Еліңе апарар жолға түс. Шөл құдайлары саған жар болсын. Жол ұзақ. Елсізде қоректе суда жоқ екенін білесің. Ұзақ үктеудің керегі болмaz. Бәйбішеге шын жүректен алғыс айтып, қараңғылыққа жұтылып кете бардым. Ол ел маған беймәлім еді. Сондықтан да Вавилонның қай бағытта екенін шамалап қана білдім. Соған қарамастан шөлдің жал-жал құмын батыл кешіп алға қарай жүре бердім. Түйенің біріне мініп, екіншісін жетекке алдым. Қожайынның мал-мүлкін ұрлап қашқан құлдың алдағы тағдыры қандай боларын ойлаумен түні бойы және келесі күні де тоқтамастан жүре бердім. Келесі күні кешке қарай өзіме беймәлім қыратты жерге тап болдым. Түйелердің табандарын қарлы-тастар жаралап тастады. Олардың алға басып жүруі мұңға айналды. Бір ретте не адамды, не аң-құсты кезіктірмедім. Мынадай ит байласа тұрғысыз жерде бұған таңданатын не бар? Мұндай қатерлі сапардан жан баласының үлуде біреу ғана аман қалу мүмкін. Күннен күнге алға жылжу дегеннің үлбуге ұласты. Азық та, суда таусылды. Күн аяусыз күйдіретте тұрады. 9-шы күні түйеден сыпырылып түстім де оған қайта мінуге күшім жоғын білдім. Енді елсіз шөлетте ажал құшу ғана қалды. Жерде жатқан күйі ұйықтап кетіппін. Таң ата шыққан күн сәулесі оятты. Сүйретіле тұрдым да жан-жағыма көз салдым. Таңғы ауадан салқын леп сезіледі. Түйелерім алысқа ұзамай шөгіпті, қимылсыз. Айнала тас аралас құм. Әр жерден тікенді шөп көзге шалынады. Суда адам мен түйеге жарайтын қоректе жоқ. Осында елсізде ғұмырымның біткені ме? Басым қай кездегіден де жақсы істеп тұр, ал денем өзінің маңызын жоғалтқандай. Жарылған әрі қан қатқан, ерінде құрғап ісінген тілде, аш қарында ешқандай мән қалмады. Алысқа көз тастап өзімнен өзім тағы сұрадым. Жаным кімге тән, құлға ма, ерікті адамға ма? Осы сәт миымда айқын ой жылт етті. Егер құл болсам, онда жата кетіп, мына елсізде арам қатуым керек. Қашқын құлға лайық ажал осы. Егер тәуелсіз адам болсам, Вавилонға апарар жолды қалайда тауып, маған сенім артқан адамдарға берешегімді қайтарып, сүйікті жарым мен туыстарыма аман-есен оралуым керек. Сенің дұшпаның ол сенің қарызың. Сені Вавилоннан сол қуды емес пе? Сира осылай деп еді-ау. Шын сөз. Егер неге ер адамға лайық әрекет етпедім? Неге әйелімнің төркініне кетуге жол бердім? Осы кезде таңғаларлық жайт болды. Кенет дүниенің түсі кенет өзгеріп, бұған дейін оған түрлі түсті тастар арқылы қарап келіппін. Соны бір ғажайып күш көз алдымнан сырып тастағандай болды. Мен сол сәтте өмірдің шын бағасын айқын сезіндім.
Шөлде өлемін бе? Жоқ, не істеу керегін түсіндім. Біріншіден, Вавилонға жетуім, екіншіден, қарыз берген әр адамға жолығуым керек. Оларға ұзақ жылға созылған қаңғу мен бақытсыздықтан кейін елге оралдым. Енді қарызымды қайтару үшін әрекет ететінімді айтамын. Одан соң әйеліме арнап үй салып, ата-анам мақтан жетердей қаланың абыройлы тұрғыны болуға тиіспін. Қарыздарым маған дұшпан. Қарыз берген жандар достарым болып шықты. Өйткені олар сенім артты ғой. Өлермендікпен орнымнан тұрдым. Аштыққа да, шөлге де назар аудармадым. Олар Вавилонға барар жолымда кедергі келтіре алмады. Бойымда еркін адамның рухы оянды. Ол мені достарымды қайтарып, жауларыммен беріспей шайқасуға қайрап бақты. Қырылдаған даусымнан тәуелсіз адамға тән ерік-жігерді сезінген түйелерімнің тұманданған көздерінде тіршілік ұшқыны пайда болды. Шөккен түйелерім бірнеше рет ұмтылыстан кейін төрт аяқтап бойларын тіктеді де, ішкі түйсігімнің болжауына сәйкес соларды солтүстікке, яғни Вавилонға қарай бағыттадым. Ұзамай біз су көзін таптық. Жеткен жеріміз құнарлы екен. Өсімдік пен жеміс ағаштары да жетерлік. Вавилонға барар жолды да таптым. Өйткені ерікті жан өмірдің түйінді мәселелер тізбегінен тұратынын біледі де шетінен шешуге кіріседі. Ал рухсыз құлдың сынуы оңай. Ол құлмын ғой, қолымнан не келеді деуден әрі салмайды. Таркат, сен қалай ойлайсың? Аш қарынға ойлану оңай ма? Өзіңді өзің құрметтеуге жеткізер жол іздегің келмей ме? Дүниенің нағыз шынайы түсін көре аласың ба? Қарыздарыңды адалдықпен төлеп, бұрынғыдай Вавилондағы абыройлы адамға айналуға құлқың бар ма? Жігіттің жанарына жас үйірілді. Сен көз алдыма жаңа өмір үлгісін әкелдің. Өзімде ерікті жанға лайық рух барын сезіне бастадым. Сонымен, Дабасир, Вавилонға келгеннен кейін не істедің? Деп сұрады тыңдаушылардың бірі. Мақсат болса, оған жетер жолда табылады, деп жауап берді ол. Біріншіден, қарыз бергендердің әрбірімен жолығып, сабырлылық танытып, қарызымды қайтаруға мүмкіндік берер уақыт сұрадым. Көпшілігі жайдар қарсы алды. Әрине, балағаттағандары да болды. Бірақ көбі маған қол ұшын беруге әзір еді. Олардың бірі өзім зәру болған басы нәрсеге көмектесті. Ол өсімқор Матон еді. Сирияда түйе айдағанымды естіген ол қарт саудагер Небатурға аттандырды. Сол кезде шыққан патшаның жарлығына сәйкес әскери жорыққа қажет мықты да дені сау түйелер әкелу үшін оған арнайы тапсырма берілген. Түйе жөнінде білетіндерім дер кезінде кәдеге асты. Көп ұзамай соңғы мыс тиын бақырға дейін қалдырмастан қарызымды толық өтедім. Осыдан соң ғана еңсемді көтеріп, беделді адамдар санатына абыроймен қайта қосылдым. Дабасир тағы да асқа бас қойды. Каоскор, сен оңбаған жылан екенсің, деп ол айқайлап аспазды шақырды. Қой еті суып қалды. Тура қазаннан тағы да ыстықтай жеткіз. Досымның ұлы Таркатқа да мол етіп әкел. Ол да аш, менімен табақтас болғысы келеді. Ежелгі Вавилонның түйе саудагері Дабасирдің хикаясы осылай тәмамдалды. Ол өзіне дейінгі данышпандар білген әрі көп уақыт бұрын іске асырған бір ұлы ақиқатты ұғынып, өз жанын жаңаша жаңғыртқан болатын. Бұл ақиқат талай замандарда адамдарды қиындық белесінен асырып, сәттілікке жеткізді. Адамдар ол ақиқаттың сиқырлы күшін ұққанша әрдайым осылай бола бермек. Мақсат бар жерде оған жеткізер жол табылады. Вавилон састақталары. Ноттингем университеті, Ньюарк-он-Трент, Ноттингем, 21 қазан 1934 жыл. Британдық ғылыми экспедиция жетекшісі профессор Франклин Колдвеллге Хилдан, Месопотамия. Менің құрметті профессорым, сіздің Вавилонның қиранды орнын соңғы қазу кезінде табылған 5 састақты хатыңызбен бірге бір кемемен келіп жетті. Мен ерекше қуандым. Және бұл жазбаларды көтеріңкі көңілмен сағаттар бойы тапжылмай отырып аудардым. Хатыңызды алған бойда жауап жазуым керек еді, бірақ аударманы бітіргенше жібермей қоя тұрғанды жөн санадым. Міне, енді екеуін қосып жіберіп отырмын. Састақталар, сіз атқарған іс-шараның арқасында тамаша қаптамамен бүлінбестен жетті. Жазбаларда баяндалған хикаялар біздің зертхана қызметкерлері секілді, сізді де қайран қалдырары сөзсіз.
Көпшілік жұрт алыста қалған тұманды өткен шағымыз араб түндері секілді романтика мен қым-қуыт оқиғалар туралы хикая күткені рас. Алайда оның орнына Дабасир есімді адамның проблемалары туралы хикаятқа куә болдық. Ол кейіпкеріміздің өз қарызын төлеу жолындағы іс-әрекетіне қанығып, бұл дүниедегі жағдайдың соңғы 5000 жылда біз күткендей соншалықты өзгеріске ұшырамағанына көзіміз жетті. Таңғаларлығы сол, студенттердің сөзімен айтқанда бұл ежелгі жазбалар мені баурап алды. Университет профессоры бола жүріп, мен өзімді көптеген салалар бойынша ілімді игерген ойшыл тұлға ретінде көрсетуім керек еді. Алайда Вавилон үйіндісінің астынан әлдебір ежелгі жан пайда бола кетіп, қарызды өтеумен бірге әмиянды сыңғырлатқан тиындарға толтырудың бұрын мен естімеген әдіс-тәсілін ұсынады. Бұл әдіс-тәсіл ежелгі Вавилон кезіндегідей қазіргі уақытта да тиімді жұмыс істей ала ма екен? Біз әйелім екеуміз бұл жоспарды пайдаланып, осындай іс-шараны қажет етіп отырған өз ісімізді жолға сатып алсақ дейміз. Сіздің бағалы бастамаларыңызға сәттілік тілеймін және әрқашан көмектесуге әзірмін. Шын жүректен, Альфред Шрусбери, археология бөлімшесі. Нөмір 1 састақта. Қазіргідей ай толған кезде жуырда ғана Сириядағы құлдықтан босап, аса көп қарызымды өтеуге ауқатты болуға және Вавилон қаласында абыройлы ғұмыр кешуге оралған мен, Дабасир, өзімнің іс-әрекетіме жетекшілік етіп, биік мақсатымды орындауыма көмектесу үшін осы састақтаға өз ісімнің жай-жапсарын жазып отырмын. Қайырымды досым, өсімқор Матонның даналық кеңесі бойынша өзімді қарыз құдығынан ауқатты тірлік деңгейіне шығаратын және абыройлы адамдардың құрметіне бөленуге жол ашатын нақты жоспарға сүйенуге бет бұрдым. Бұл жоспар өзім ұмтылатын және үміттенетін 3 мақсаттан тұрады. Біріншіден, жоспар менің болашақ игілігіме негіз қалайды. Ол үшін бар табысымның 1/10 бөлігін жинаймын және оны сақтаймын. Ақылды Матон маған былай деген: алтын мен күмісті жұмсамастан өз әмиянында сақтайтын адам отбасына игілік әкеледі және патшаға адал қызмет етеді. Әмиянында аз ғана мыс тиыны бар адам өз отбасына да, патшаға да жүрдім-бардым қарайды. Әмияны бос адам тас жүректігімен өз отбасына зиян келтіреді, патшаны сатып кетеді. Сондықтан бірдеңеге қол жеткізуге ниеті бар адамның әмиянында сыңғырлаған тиындары, ал жүрегінде өз отбасына деген сүйіспеншілік, патшаға деген адалдығы болу керек. Екіншіден, жоспар өз кезегінде маған төркінінен оралған адал жарымды қолдауға және киіндіруге нұсқау етеді. Матонның айтуына қарағанда, адал әйеліне лайықты қамқорлық жасау керек, еркектің жүрегінде өзіне деген құрметін туғызады, оған қуат беріп мақсатын айқындай түседі. Сондықтан бар табысымның 7 бөлігін отбасымның қажетіне, киім-кешек пен азыққа, сондай-ақ аз бөлігін өміріміздің рақаты мен қуанышына жұмсаймын. Бұл орайда пайдалы шығыстар табысымның 7 бөлігінен аспауын мұқият қадағалаймын. Жоспардың сәттілігі де осында жатыр. Мен жоспарлаған қаржыға ғана өмір сүріп, төлеуім қиынға түсетін нәрселерді сатып алмауым керек. Нөмір 2 састақта. Үшіншіден, жоспар бойынша мен өз табысымнан қарызымды өтеп отыруым керек. Сол себепті ай толысқан шақта мен табысымның 2 бөлігін маған сеніп қарыз бергендерге әділ түрде бөліп беруім керек. Осылайша белгілі бір уақыттан соң қарыздарымның бәрі иесіне қайтарылады. Сол үшін осы састақтағы қарызданған адамдар мен оларға берешек соманы анық жазып отырмын. Фару тоқымашы 2 күміс және 6 мыс тиын. Синджар темір ұстасы 1 күміс тиын. Акмар менің досым 3 күміс және 1 мыс тиын. Занкар менің досым 4 күміс және 7 мыс тиын. Аскамер менің досым 1 күміс және 3 мыс тиын. Харинсир зергер 6 күміс және 2 мыс тиын. Диарбекер әкемнің досы 4 күміс және 1 мыс тиын. Алкахат үй иесі 14 күміс тиын. Матон өсімқор 9 күміс тиын. Береджик шаруа 1 күміс және 7 мыс тиын. Састақта білініп, одан әрі анық-қанық оқуға мүмкін емес. 3 састақта. Бұл кісілерге бәрін қосқанда 119 күміс
141 мыс тиын қарызбын. Бұларды қайтаруға мүмкіндігім болмағандықтан өзімнің аңғырттығымның салдарынан әйелімді төркініне жіберіп, ал өзім туған қаламнан безіп, беймәлім өлкеге жеңіл байлық іздеуге аттандым. Бірақ ол жақта масқара мен қорлыққа ұшырап, құлдыққа сатылып кете бардым. Матон маған өз табысымнан бөлінген ұсақ бөліктермен қарызымды өтеу жолын көрсеткен соң ғана мен өз ақымақтығымнан қашып құтылуға тыраштанған ақылсыздығыма көз жеткіздім. Сондықтан мен өзім қарызданған адамдарға жолығып, оларға жинақталған қорымның жоқтығынан қарыздарымды бірден өте алмайтынымды айтып, бұдан былай өз табысымның 1/2 бөлігін оларға әділ түрде бөліп отыратынымды жеткіздім. Бар мүмкіндігім осы ғана. Осыған байланысты олардың да міндеттемемді толық орындағанша шыдамдылықпен күтулеріне тура келеді. Ең жақсы досым деп санайтын Акмар мені аузына келген былапыт сөздермен балағаттады. Қорланған басым кірерге тесік таппай жайыма кеттім. Бережік деген шаруа өзінің ауыр жағдайын айтып, онымен бірінші кезекте есептесуімді сұрады. Үй иесі Алкахат менің жоспарыммен келіспейтінін айтып, тез арада қарызымды толығымен өтемесем, маған көп машақат көрсететінін білдіріп, қоқан-лоққы жасады. Қалғандары менің ұсынысыммен талассыз келісті. Сондықтан да мен бұрынғы қай кездегіден де қарыздарымды қайтаруға мүдделімін. Себебі бір жайды анық түсіндім. Қашып пысып жүргеннен гөрі қарыздарды төлеген тиімді әрі оңай. Тіпті қарыз берушілерімнің барлық талабым мен қажетін орындамағанның өзінде оларға мен әділ түрде қарыздың бөлігін төлеп отырамын. Нөмір 4 састақта. Түнгі аспанда толған ай толықсып тұр. Мен барымды салып еңбек еттім. Әйелім қарызымнан құтылу жөніндегі жоспарымды барынша қолдады. Ортақ шешіміміздің арқасында Небатур үшін дені сау мықты түйелер сатып әкеліп, соңғы айда 19 күміс тиын таптым. Мен оларды жоспар бойынша бөлдім. Оннан 1 бөлігін өзіме қалдырдым, оннан 7 бөлігін әйелім екеуміз ақылдаса келе күнделікті керек жарыққа жұмсайтын болдық. Оннан 2 бөлікті мыс тиынның жеткенінше қарыз берушілеріме әділ бөліп бердім. Акмарды кездестіре алмадым, бірақ ақшаны әйеліне қалдырып кеттім. Бережік шаруаның риза болғаны сондай, қолымды сүйгісі келді. Тек қана қарт Алхакат томсыраған күйі қалған қарызы тезірек қайтарымды ынықтады. Оған мен аш болмасам және шығынды талап етер басқа жай кезікпесе тезірек қарыздан құтылатынымды жеткіздім. Қалғандарының бәрі алғыс айтып, ісімнің жемісті болуына тілектестік білдірді. Енді ай аяқталғанша менің қарыздарым 4 күміс тиынға жуық азайды. Бұған қоса менде ешкімнің де сұрауға қақысы жоқ, тіпті 2 күміс тиын қалған еді. Менің жүрегімді қысқан салмақ жеңілдеп, еңсем көтеріле бастады. Міне 9 тағы да ай толды. Мен барымды салып еңбек еттім, бірақ табысым артпады. Мен аз ғана түйе сатып алып, бар болғаны 11 күміс тиын пайда таптым. Әйелім екеуміз өз уәдемізде тұру үшін жаңа киім алудан бас тартып, дастарханға қойылар жеміс-жидекті азайттық. Табысымның 1/4 бөлігін бөліп алып, оннан 7 бөлікке күн көре білдік. Қарыздың аз бөлігін қайтарсам да, Акмардың маған риза болған кейпін көріп, қайран қалдым. Вереджиктің де көңілі толды. Алкахат болса, маған дүрсе қоя берді. Бірақ мен оған алғысы келмесе, ақшаны кері қайтаруды ұсынғанымда, ол басылып қалды. Басқалар әр кездегідей бұл жолда ризашылық танытты. Бүгінде аспанда толған ай қалқып барады. Менің кеудемді қуаныш кернейді. Бағыма қарай жарамды түйелер сатып алудың сәті түсіп, мен табысым 42 күміс тиынды құрады. Бұлайда әйелім екеуміз зәру болған киімдерге қол жеткіздік. Сонымен бірге бұлайда тамағымыз жақсарып, мәзірімізге мал мен құс еті қосылды. 8-ден аса күміс тиын қарызды төлеуге кетті. Бұл жолы тіпті Алкахатта қабағын шытпады. Жоспарымыз ойдағыдай шықты. Ол бізді қарыз құрсауынан бірте-бірте шығарып, қор жинауға да мүмкіндік қалдырды. Бұл састақтаға соңғы рет жазба түсіргелі бері ай 3 рет жаңарды. Әр ай сайын мен өзіме табыстың 1/4 қалдырып отырдым. Әр жолы әйеліміз екеуміз қандай қиын болса да, табыстың 7 бөлігін ғана өмір сүруге жұмсадық. Ал әр жолы мен қарыз берушілерге 2 ондықты беріп отырдым. Қазір амиянымда 20 күміс тиын бар, және оның бәрі өзіме тиесілі.
Енді мен еңсемді тік ұстап достарыммен кездескенде жүзімді төмен салмаймын. Әйелім болса үй тұрмысына пысық болып алды. Киімі көк, тамағы тоқ. Онымен өзімді бақытты сезінемін. Жоспарымыз сөз жетпестей құнды екен. Кешегі құлды бүгінгі абыройлы азаматқа айналдырған сол емес пе? Нөмір 5 састақта. Тағы да түнгі аспанда толғанай жарқырайды. Соңғы жазбаны түсіргелі көп уақыт өткенін есіме алдым. Содан бері 12 ай ауысыпты. Бірақ бұл жолы мен састақтаға ештеңе жазбаймын. Себебі бүгін мен барлық қарыздарымнан құтылдым. Бұл күні әйелім екеуміз үлкен той жасадық. Өйткені мақсатымыз орындалды. Қарыз бергендерді соңғы рет аралап шыққалы талай оқиғалар болды ғой. Бәрі бірдей жадыңда қалмайды. Ақмар өзінің дөрекі қылығы үшін менен кешірім сұрап, мені нағыз досым деп санайтынын мәлімдеді. Алкахат қарт сонша жаман кісі емес екен. Ол маған ағынан жарылды. Сен бір кезде әркім илеп езе беретін шикі сазбалшық болатынсың. Енді сен найзаның ұшы да сызат қалдыра алмайтын қол асып еттісің. Егер саған күміс немесе алтын керек болып жатса, менен кез келген уақытта келіп ала аласың. Мені құрметтейтін ол ғана емес, көптеген адамдар менімен емен жарқын әңгімелесетін болды. Әйелім маған қарағанда жанары шуақ шашады. Бұл өзіме деген сенімімді арттыра түседі. Бірақ мәселе менде емес, маған сәттілік әкелген жоспарда ғой. Ол маған барлық қарыздан құтылуға жол ашты, ал әмияныма сыңғырлаған алтын мен күміс толтырды. Бұл жоспарды өмірден өзінің мол сыбағасын алғысы келетін баршаға ұсынамын. Ол бұрынғы құлға өз қарызын төлеуге мүмкіндік беріп, алтынға қол жеткізсе де, онда ол кез келгенге де тәуелсіз болуға жәрдемдеседі. Алайда, мен бұл жоспарды бітірген жоқпын, өйткені оның мені бай адамдар санатына қосарына сенімдімін. Ноттингем университеті, Ньюарк-он-Трент, Ноттингем. 7 қараша 1936 жыл. Британдық ғылыми экспедиция жетекшісі профессор Франклин Колдвеллге, Хилдан, Месопотамия. Менің құрметті профессорым, Вавилон үйіндісін одан ары қазу барысында сіз осы қаланың бұрынғы тұрғыны Дабасир атты түйе саудагерінің рухымен кездесе қалсаңыз, менің бір тілегімді орындауыңызды өтінемін. Бірнеше мың жыл бұрын састақталарға жазып қалдырған хат үшін оған Англиядағы біздің университеттің бірнеше қызметкерлері атынан шынайы алғысымызды жеткізерсіз. Менің сізге 1 жыл бұрын жазған хатым есіңізде болар. Әйелім екеуміз оның сол жоспарын қолға алып біршама қарыздан құтылып, еңсемізді көтеруді ойластырудамыз. Мен бұны достарымыздан жасырып келсем де сізден жасыра алмаймын. Біздің қаржылық жағдайымыздың нашар екенін шамалап жүргенде шығарсыз. Жылдар бойы қордаланған қарызы берекемізді қашырып, еңсемізді көтертпей келеді. Тіпті өзіме деген сенімім азайды. Сатушылардың бірі дау шығарып, университеттен қуыламын-ау деген үрей бойды билей бастады. Біз үнемделген әр шиллингті төлесек те жағдай жақсарар емес. Кері кетіп барады. Оған қоса күнделікті тіршілікке де қажет қаржы жеткізе алмай, қарызға белшемізден батуға тура келді. Жағдайымызды құлдыратқан қайдағы бір қарғыс шеңберінен шыға алмай жүрміз. Онымен күрестің мәні қалмады. Арзан үйге көшіп кетуге де мүмкіндік жоқ. Қазіргі қожайынға берешегіміз шаш етектен. Жағдайымызды жақсартатындай үміт отын көре алмай қиналдық. Осы арада сіздің танысыңыз Вавилондағы ежелгі түйе саудагері өз жоспарымен алдымыздан шықты. Ол жарамызға тұз сепкенде жанымызды түршіктірді. Оның жүйесін қолданып көруге тәуекел еттік. Қарызымыздың тізімін жасап, мен оны қолыма ұстап қарыз берушілерді аралап шықтым. Қарызды бұрынғыдай төлеудің мүмкін еместігін жеткіздім. Олар есеп-қисабымды қарап, амалсыз келісті. Оларға қарыз төлеудің барынша тиімді жолы тапсымның 20% ғана бөліп алып, соны бәріне бөліп беру керек екенін айттым. Осылайша жасағанда бәрімен де 2 жылдан сәл көп уақытта есептесуіме мүмкіндік берді. Бұған қоса, біз олармен несиеге емес, тек қана қолма-қол ақшаға сауда жасауға келістік. Олардың бәрі де қайырымды жандар болып шықты. Біздің азық-түлік сатушы қартымыз ақылды кісі екен. Өз ойын былай білдіргенде, өзгесі оны бірден ұқты. Егер сендер қолма-қол ақшаға сауда жасаумен қатар қарыздарыңды қоса төлеп отырсаңдар, бұл бұрынғы жағдайдан әлдеқайда артық қой. Өйткені қарыздарың соңғы 3 жылда мүлде кемімеген.
Ақырында барлығымен табысымның 20%-ын бөліп алып, содан тұрақты түрде қарызымды өтеу барысында олардың мені мазаламаулары туралы жазбаша ресми келісімге отырудың сәті түсті. Содан соң табыстың 70%-ына күн көру жайын ойластырдық. Түрлі шығыстардан қалатын 10%-ды қор ретінде өзімізге жинауды да қолға алдық. Бұл шынында да тиімді әрекет. Бұл есеп-қисап бізге ұнады. Қарап отырсақ, 70%-бен де күн көруге болады екен. Біз пәтерақыны төлеуден бастадық және қожайын бізге біршама жеңілдік жасады. Келесі кезекте өзіміз ұнататын шай сұрпынан бас тарттық та, арзан бағада да сапалы азық-түлік алуға болатынын таңдана көз жеткіздік. Хатқа түсіруге бұл хикая соншама ұзақ, дегенмен жүзеге асыру соншалықты күрделі іс емес екен. Біз оны жүзеге асырып, өзімізге өзіміз риза күй кештік. Ісіміз оңға басып, бізді бұрынғы қарыздан міндеттемелер мазаламайтын халге жеткенде керемет жеңілдікті сезіндік. Оны сөзбен айтып жеткізу мүмкін емес. Табысымыздың қор жинағына бағытталған 10%-ын турасында ерекше айтып өткен жөн. Жинағымыз біршама уақыт молайды, бірақ алдын ала күлмей тұра тұрыңыз. Ақшаны жұмсағаннан гөрі оны жинау әсерлі әрекет екен. Оны қайта-қайта санаудың өзі неге тұрады? Сыңғырлаған ақша дыбысымен жанымызды рақатқа бөлеген соң, біз оған барынша тиімді қолданым таптық. Бізге ай сайын сол 10%-ды жинақтап отыратын салым түрін таптық. Бұл біздің қалыпты өмірімізге оралудың ең сәтті кезеңі болып шықты. Салымымыз тұрақты түрде өсетінін білгендіктен, біз қазір ерекше қауіпсіздік сезімін бастан кешудеміз. Оқытушылық қызметімді аяқтағанымда біздің қолымызда ғұмырға толығымен жетерлік қыруар қаржы болады. Мұның бәрі бұрынғы табыс мөлшерінің өзінен құралып отыр. Бұған сену де қиын, бірақ шындық. Біздің қарызымыз мұқият төленуде, ал жинағымыз сонымен бірге жарыса молаюда. Оның үстіне біздің қаржылық ахуалымыз айтарлықтай жақсарды. Ақыры біз тіршілік ағысымен жүзе бергеннен гөрі қаражат жоспары бойынша өмір сүрудің арасында орасан айырма барын ұғындық. Келесі жылдың соңында бар қарызымыздан құтылған кезде біздің салымымыз еселене түсіп, тіпті саяхаттау мүмкіндігі туады. Біз енді бұдан былайғы жерде шығысымызды табыстың 70%-нан асырмауды шегелеп тұрып шештік. Өз жоспарымыз арқылы бізді жер үстіндегі тозақтан құтқарған ежелгі вавилондыққа ерекше алғыс білдіру ниетімізді енді түсінген боларсыз. Ол осының бәрін біліпті. Ол бәрін басынан кешкен. Осы бір ащы тәжірибесінің өзгелерге сабақ болуын қалапты. Сол себепті де ол ұзақ сағаттар бойы састақтаға түйінді ойларын ойып жазыпты. Оның тағдырлас бауырларына айтары бар болып шықты, және ол қалдырған мәліметтің маңызы арада 5000 жыл өткен соң да састақтаға жазба түскен күйдегідей өзектілігін жоғалтпапты. Шын жүректен сіздің Альфред Шруйсбергіңіз, археология бөлімшесі.